Көріп тұрғандарыңыздай, бұл мектеп қабырғасындағы робототехника кабинеті. Қазіргі таңда облыс мектептерінде дәл осындай сыныптар ашылып, балаларға робототехникамен айналысуға бар жағдай жасалған. Дәл осы жерде балалар мектеп оқушылары түрлі сайыстарға, байқауларға дайындалып, өздерінің авторлық жұмыстарын жасайды. Лицейдің 11-ші сынып оқушысы Арсен Қошан мен 8-ші сынып оқушысы Таңнұр Смайылов мектеп абыройын республикалық додада қорғап келді. 250-ден астам оқушы қатысқан сайыста олардың бірге жасаған мына роботтары қазылардың жоғары бағасына ие болды. Сума робот деп аталатын жобаны жасап шығару үшін оларға аз уақыт кеткен. Сайыста шағын жұмыстарын бұзып, қайтадан құрастырып, белгілі бір талапты орындай білген жас ғалымдар республикада үздік деп танылды. Қазақстан Robotic Challenge жарысында біз бірінші орын алып, қуаныштымыз. Қиын болған. Біз осы роботты 2 аптадай жұмыс істедік. Бірінші орын алғанымызға сенімді болған жоқпыз, бірақ алдық, мектептің дәрежесін жоғарыға көтердік. Егер робот жайлы айта кетсек, бұл роботтар сумоға арналған роботтар. Бұл роботтардың мақсаты мынау шеңберден басқа роботты шығарып тастау. Және де бұл роботта ультрасоник деген сенсорлар бар. Олар сол роботты, басқа роботты іздейді. Ал мынау брик деген нәрсе, ол компьютер секілді нәрсе. Ол барлық миссияларды басқарып тұрады. Айтулы жарыс 3 санат бойынша ұйымдастырылды. Мақсат балалардың робототехникаға деген қызығушылығын арттырып, олардың деңгейін көтеру. Қазір лицей қабырғасында 228 оқушы тәлім алады. 6 оқушы робототехникамен айналысады. Оларды қызықтыру мен үйрету үшін барлық жағдай жасалған дейді үйірме жетекшісі Элдар Ержанов. Жарысқа 126 команда қатысты. Бүкіл категориядан. Сумо робот категория болды, гонки полина категория болды және керсе миссия категориялар болды. IT сферада білімді арттыру мақсатында сондай бір робототехника жарыс өткізілді. Жалпы робототехника нығайту. Біздің мектепте сондай бір үйірмеміз бар, робототехника үйірмеміз, соған арнайы бір кабинетіміз бар. Олар сол жерде дайындалып, сол әртүрлі жарыстарға қатысып жүр. Арнайы робототехника кабинеті білім басқармасының үйірмеге керекті роботтармен де қамтамасыз етілген. Айта кеткен жөн, лицей оқушылары облыстық жарыстарға қатысып, алдыңғы қатарларда жүр. Бұған сөрелерде тұрған дипломдар айғақ. Тоқтар Ғалым, Юрий Скаков, ақпарат.